Құрметті көрермендер, сіздердің назарларыңызға атысты басқару құралын дайындау және де артиллерияның атыс қондырғыларын анықтау жұмыстарын ұйымдастыру туралы бейне нұсқаулық ұсынылады. Бейне нұсқаулық Қаныш Имантайұлы Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университетінің әскери істер институтының курсанттарымен дайындалған. Атысты басқару құралы, батарея, дивизионның атысын және атысты басқаруға арналған есептелген қондырғыларды анықтауға байланысты мәселелерді шешуге арналған. Атысты басқару құралы осындай мүмкіндіктерді береді. Құрылғының планшетіне оның координаттары бойынша нүкте қоюға, планшетте көрсетілген нүктенің координаттарын анықтауға, нысана бойынша топографиялық деректерді анықтауға, толық дайындық тәсілмен және атысты бұрын атылған нысанадан ауыстыру тәсілмен атуға арналған қондырғыларды анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, нысанды көрсету мәліметтерін, қос бақылау пункттерінің деректерін, бұрыштардың қиылыстырулары бойынша мәліметтерін есептеу және бірқатар басқа мәселелерді шешуде есептеулерді қамтамасыз етуге болады. Құрылғыда екі масштабта жұмыс істеуге болады. 15 километрге дейінгі атыс қашықтығы бар артиллериялық жүйелер үшін 1,25 мың масштабында, 30 километрге дейінгі атыс қашықтығы бар артиллериялық жүйелер үшін 1,50 мың масштабында. Құрылғының негізгі жұмыс масштабы 1,25 мың. Топографиялық деректер келесі шектерде анықталады. Негізгі бағытынан бұрылуы шекті қашықтықтарда 0-ден плюс-минус 400-ге дейін. Орташа қашықтықтарда 0-ден плюс-минус 700-ге дейін. 1,25 мың масштабтағы қашықтық 1,2 километрден 15 километрге дейін. 1,50 мың масштабтағы қашықтық 2,4 километрден 30 километрге дейін. Құрылғы келесі негізгі бөліктерден тұрады. Жиналмалы планшет. Батарея назаралда. Жауынгерлік жұмысқа дайындау. Ұрыс реттерінің координаттарын қабылдау. Тігінен бекітілген координатор. Атыс позициясының координаттары X 35835, 35835. Я. Y. Көлденең жылжымалы координатор 81925. Я. Биіктігі 371. 371. Я. Бұрыш өлшегіш секторы бар орталық торап. Командир бұрышы 54-0. 54-0. Я. Қашықтықтар сызғышы. Командирдің қашықтығы 2158 метр. 2158. Я. Жылжымалы қозғалтқышы бар көздеу сызғышы. Атуға түзетулер. Қашықтық бойынша -325. -325. Я. Бағыты бойынша 10-04. Атысты басқару құралын жауынгерлік жұмысқа дайындау және онымен жұмыс істеудің тәртібі. Атысты басқару құралын қорабынан шығарып, планшетті жайып, есептеушінің қашықтық сызғышы планшеттің сол жағында болу үшін астын бекітіп, тегіс бетке қою. Атысты басқару құралының жинақылығын тексеру, механизмдерінің бірсарынды және бекіту бұрандаларының қалыпты жұмыс істеуін тексеру. Атысты басқару құралында қалған ескі жазбаларды өшіру, тазалау. Планшеттегі B1 формасын толтыру. Негізгі атыс бағыты 18-0. Атыс позициясы X 39130, Y 39465. Биіктігі 105 метр. Командалық бақылау пункті X 33875, Y 45210. Биіктігі 160 метр. Бекітілген сектордың ортаңғы штрихының үстінде негізгі бағыттың бағытталған бұрышының алғашқы 2 цифры жазылады және шкала сағат тілімен цифрланады. Қашықтық сызғышының жұмыс жағын планшет торының тік сызығымен біріктіріп, сызғышты тігінен орнатып, қысқыш бұрандамен бекітеді. Цифрланған дирекционды бұрыштар шкаласында негізгі атыс бұрышына жақын тұрақты бұрыштардың біреуін таңдаймыз. Ол бұрыштар планшеттің төменгі сол жағында көрсетілген. Бұрыш өлшегіш сектордың нониусын негізгі атыс бұрыш көрсеткішіне орнатады да және бекіту бұрандамен нониусты бекітеді. Бұдан кейін нониусқа тимейді. Қашықтық сызғышының бекіткіш бұрандасын босатып және оны нониустың нөлдік штрихтары негізгі бағыттың сандарымен 18-0 тұспа-тұс келетіндей етіп сәйкестіріп бұру қажет. Осы жағдайда
қашықтық сызғышы негізгі бағытта бағытталатын болады. Нысанды аймақ әрқашан планшеттің жоғарғы жартысының ортасында орналасады. Сондықтан атыстың негізгі бағытына байланысты атыс позициясы планшеттің төменгі бөлігінде орналасады. Атыс позициясының квадраты қашықтық сызғышының жұмыс жағының бойымен таңдалады. Таңдалған аймақ планшеттің бетіне белгіленеді. Негізгі бағыттың дирекциондық бұрышына сәйкес алынған тұрақты бұрышымен координат сандарының өсу жақтарын және бағыттарын анықтайды. Ол схемада көрсетілген координат өсу бағыттарын сызғышқа жазады. Таңдалған өсу бағыттары бойынша координатор сызғыштары атыс позиция координаттарынан бастап цифрланады. Координаталық сызғыштардың нониустарының жұмыс істемейтін жартыларын сызып тастайды. Нониустың жұмыс жартысы сызғыштың цифрлануының өсу жағына бағытталған. Шкалаға байланысты координатор шкалаларын цифрлау 1/25 мың масштабында 1 км 20 штрихқа, ал 1/50 мың масштабында 10 штрихқа сәйкес келеді. Атыс позиция нүктесін планшетке тік бұрышты координаттарымен мынадай кезекпен қояды. Координатор сызғышы кареткасын қозғалтып, нониустың нөлдік штрихын квадрат километрлармен келтіреді. Содан соң жүздік метрлермен және ондық метрлермен сәйкестендіреді. Метрлердің бірлік мәндерін масштабқа байланысты 10-ға немесе 5 метрге жуықтайды. Жылжымайтын координаторындағы нониус шкалаларын координатқа сәйкес біріктіргеннен кейін, жылжымалы координатордың нониусын өз координаттарына сәйкес жоғарғы айтылған әдіс бойынша біріктіреді. Біріктіріп болған соң, планшетке атыс позициясының нүктесін қояды да өз таңбасымен белгілейді. Командалық бақылау пунктінің нүктесін қою үшін жоғарыда айтылған әдіспен белгілейді. Оның таңбасы 3 бұрыш. Командалық бақылау пунктінен атыс позициясын планшетке белгілеп болған соң, атысты басқару құралы жұмысқа дайын. Командалық бақылау пунктінен алынған нысананың координаттары бойынша нысанның топографиялық мәліметтерін анықтауға кіріседі. Мысалы, командалық бақылау пункті мәлімдейді. 101-ші нысана жаяу әскер. Командирлік бұрышы 1475. Командирлік қашықтық 4125 метр. Нысананың биіктігі 115 метр. Майданы 300 метр. Тереңдігі 200 метр. Орталық тораптың бұрыш өлшем секторында командирлік дирекциондық бұрышына сәйкес келетін мәндерін табады да, орталық тораптың нониусын сол мәндерге қашықтық сызғышты бұру арқылы келтіреді. Координатордың кареткаларын жылжыту арқылы сызғыштың жұмыс жағы мен командирлік қашықтық мәнін командалық бақылау пункті сәйкестіреді. Атысты басқару құралының орталық торабы ортасына нысананың нүктесін қояды да, планшетке тікбұрыш таңбасымен нысананы белгілейді де, оның номері мен биіктігін жанына жазады. Орталық тораптың ортасымен нысананың нүктесін сәйкестіреді де, қашықтық сызғышты атыс позициясына бұрады. Таңдалған масштабпен қашықтық сызғыштың жұмыс жағы арқылы нысанаға дейінгі топографиялық қашықтықты анықтайды. Орталық тораптың бұрыш өлшеу секторында негізгі бағыттан нысанаға дейінгі топографиялық бұрылысын анықтайды. Атысты басқару құралының дайындығын тексеру үшін бақылау 1 орындайды. Ол командалық бақылау пунктінен бастап, негізгі бағытта 3000 метр қашықтықта орналасқан шартты нүктенің топографиялық қашықтығы мен топографиялық бұрылысын анықтауында жатыр. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуен етпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ.